Assalamualaikum, hayırlı dostlar. Арыстан батыр. Pandan bugün şaşı деген. От. Достар, сифики, қалайсыңдар? Қайырлы күн. Айтпақшы, бүгін мен эфирге келдім, эфирге шығамын. Жалпы соңғы кездері Алматының погодасы не болып кетті қараңдаршы. Әлі суық, әлі бұлтты, әлі жаңбыр. Бұрында Шымкентте жүрген кезде, мектеп кезде осындай наурыз айында футболкамен смело жүруші едік. Жалпы енді андай да сөз бар. Bir gün эфирге келмей шыны керек, эфирді қатысам қалыппын. Ішімде толып тұр. Мына жігітті танисыздар. Автобус. Мына жігітті қараңдаршы. Привет, Рома. Көтеріліп келеді мына жігіт. Жаман көтеріліп. Киімін қарасын. Костюм қарашы. Не деген көтерілісің мына бәрінде. Көтеріліп келеді, молодец. Все, көтеріліп. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум достар. Барлық құттықтауларыңызға мың алғыс. Үлкен рахмет. Дәл қазір мен ауылдам, туып өскен жерімде, оқыған жерімде мінекей. Ауыл болғанда да сиырлардың қасында жүрген. Аллаға шүкір. Ең бақыт деген осы ғой. Алла бұйырса, иншалла, сіздердің үміттеріңізді ақтайын деген ниеттемін. Мың алғыс ниеттеріңізге. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, маған тілеген тілектеріңізді өздеріңізге еселеп берсін. Алла жар болсын. Міне мынау менің ауылым ағайын. Ауылда өстім, шаңына ауына беркелеп. Мынау менің үйім. Сәнім берсін сәкен, әнім берсін күләшті, туыстанда жайшып. Репетиция бізге. Ауылық айтқан ауыл, ой басталы ауылда, дос күлген күшті, ағайында бауырда. Достар, Ирасыл бір шашы ұзын ханшайымды өзінің историясы салған екен. Кім деп ойлайсыздар? Я достар, менің историяма кіріп көріңіздер. Қазір менің аккаунтым белгілі кетеді. Сол жерде біздің қатысушылардың кім екенін білесіздер. Бәлкім мен шығармын. Кіріп көріңіздер. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Жалпы жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік баршаңызға. Сағат 14:30-да эфирді көріңіздер. Біз сіздермен біргеміз. Достар, бүгін керемет күн. Мұса бауырымыздың туған күні. Мұса, туған күнің құтты болсын. Жасыңа жас, басыңа бас қосыла берсін. Аман бол, бар бол, бай бол. Қайырлы күн, құрметті достар. Біздің Алишка шашын жасатпадың ба? Бәрібір әдемісің сен. Жарың қалай деген қалай? Бенердің істеген несі екен мынау? Әйелің қалай? Нормально. Жақсы ма? Қалай екен үйленген біздің көрермендерге айтып айтшы. Күшті ма? Үйленіңіздер деші тезірек. Насиіңді жуып қояды, осаңыз. Аида молодец. Жынды. Аидамнан естісең ұра аласың ба Алишканы? Ой, что за красавчик зашел сюда? Қалайсың, Асхат? Димаш болып тұр шашың. Ақсайт. Қалың қалай? Күшті кейін олсын. Күшті, бірақ мен өзім жеке пікірім, маған андай гүлді нелер ұнамайды. Секрет айтайын, маған да ұнамайды. Просто бүгін бір для разнообразия киінбеген ғой. Күшті. Бәрібір күшті, стилің күшті ғой. Бәрі жақсы ма? Бәрі дұрыс па? Айтатын не жаңалығың бар? Настроение күшті. Кеше, кстати, біз көшеде қыдырған жоқпыз, жаңбыр жауды. Біз бір айла таптық. Салта сен сияқты жігітті болашақ жарым көреді дейді. Сен өтірік айтпа, сенің әділдігі өз алдына Макси чай кішкентай тұр. Қызды ұялдырмай қойып. Мен Асхат бірге кіріп келді.
Салтош сол кішкене алдың өте жабық екен негізі. Көңіл күйің қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Болашақ жарың күшті киініп алыпты. Болашақ жарың ретінде көретін адам күшті киініп алыпты. Всегда красавчик. Мәссаған. Болды құтырма. Девушек, которые ревнуют, ну, қызғаншақ адамдарды жақсы көрмеймін, но Үміткері жазып уже жіберді, екінші құрметті үміткер, достар. который мне говорит, что мен определенным бір адамның қасына отырмадым. Иә, Салтанның қасына бүгін отырма депті. Екеуің ғанасыңдар, студияда негізі бар ғой. Мен сендерге айтайын, бірінші болып кіріп келдіңдер. Медитацияға. Сөйтіп сонымен қызғаншақ қыздарды ұнатпайсың. Негізі саған сенің ойыңша қызғаншақтық ол адамның өзіне сенбеуі ма, өзіне өзі неуверенность в себе ма? Жоқ, қызғаншақтық ештемені өзгертпейді. Адам қызғанғанмен, иә, ол қосылып кететін адам бәрі қосылып кетеді, қосылмайтын адам бәрі қосылмайды. Поэтому не ревнуйте, ребята. Будьте уверены в себе. И деп қойып, ой, какой сәтке деп қойсайшы тағы да. Достар, бүгін 14:30-да Еуразия бірінші арнасында қосылайық жобасын жібере алмаңыздар. Мына жерде қатысушылар сіздерді күтеді. Мына жақта Диана Скатова, мында қатысушы үміткер Сұлтан бенд. Қосылайық жобасы 14:30-дан 18:30-ға дейін біз сіздермен біргеміз. Мына жақта Салта мен Асхаттың тақырыбы не болып жатыр? Бәріміз білге білетін боламыз. Білге деп ғой. Студияға кіріп келген біздің Альбина жан. Альбина тәп-тәтті өзі, тәп-тәтті сұлу. Қолына бәрі келетін қылықты қыз, иә? Күшті болып тұр, көйлегің де, өзің де күшті болып тұрсың. Шашың да күшті болып тұр екен. Қысқа емес, әне, ашық деген, қысқа деген, міне мына жақта ханым келе жатыр. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Үміткерің қалай? Үміткерің көрінбей кетті ғой, что-то. Үміткерім Сарыағашта болған кеше. Сарыағаш. Бәрі дұрыс па? Сен ренжітіп жатқан жоқ па? Ренжітсе маған айт. Қаршы. Әселек, қалыңыз қалай? Сәлем, Бека, менде бәрі жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, мен сіз сияқты тәп-тәтті сөйлей алмайды екенмін, мен даусым кішкене грубыйлау енді. Көңіл күйіңіз бәрі дұрыс па? Нормально, былай. Шамиль қалай? Шүкір, нормально сияқты. Бүгін енді қосайықты қарасаңыз бәрін білесіз. Бүгін қосылайықты көріңіздер 14:30-да Шамиль басқа қыздармен не үшін сөйлесіп жүр, Әселекпен қарым-қатынасы қалай екен, бәрі білетін боламыз. Роза ханым бүгін ана тураны тойға кіріп келеді ғой, бас құдаларшы, бас құдағилар дегенім. Күшті болып тұрсыз, керемет екен образыңыз. Күнде неше түрлі образ киіп күшті, көңіл күйіңіз осылай всегда бұл қала берсін. Біздің Роза ханымға үміткер болып келіңіздер, 877 225 29 22 нөміріне хабарласыңыздар. Сіздерді күтеміз. Мне всегда в душе 18 деп қойсаңызшы. Я мына жерде вообще тук-тук-тук. Все. Амплитуда ұрып тұр ғой. Амплитуда ұрып тұр. Унисон дейді ғой. Сенде, мен негізі екеуің бірдей күлді. Қамрақыл, саусақтарыңды көрсетші, пожалуйста. Ой, красавчик. Бүгін міне, бүгін күшті болып тұр екенсің. Осылай жүрші, қолыңа толтырып тақпай. Сағат қана бар. Андай болады ғой адамдар дым көрмеген. Сондай сияқты саған осылай күшті жарасады. Енді тақсаң солай айтамыз. Құрметті достар, егер қолына толтырып осындай сақиналар тақса айтыңыздар, не болды сонша дым көрмегендей деп ше? Ананы қара. Үміткерің қалай? Жұбыңды. Мен үміткермін ба? Аржа маған үміткерім ба? Короче, Негізі ұл бала үміткер болған дұрыс та? мен үміткердің орнына Жубик. Жубик қой. Жұп. Негізі бірақ таныстық үстінде осы жолы асықпаймыз деді. Дұрыс, негізі асықпау керек. асыққан ерек артымен деген екен. Қалай, Барлығы жақсы. негізі мінезі бар қызды, иә? Қазір келсінші. Сен бәрін түп деген. Сол, байқа. Маржан, аға суық қой студия бізде. Ауырайын деп тұрған шығарсыз. Ауырмаңыз бірақ. Әдемі қыздар ауырмау керек. Әдемі емес адам жоқ негізі. Кәне бүгін қандай образда сіз көрсетесіз ба? Күшті мәселелер. Күшті. Көңіл күйіңіз қалай? Аха-пакаға Қамрақыл. Просто ол көп ұйықтаған ғой, из-за этого тағы ұйқысы келіп жатыр. Екеуіңіз бірге тұрасыздар ма? Жоқ, просто біз сөйлесеміз ғой екеуміз. Не істедің кеше? Мен еще бүйтіп ұйықтап қалғанмын ғой. Бір-бірлеріңізбен дос болып жүріп, сосын алдындағыдай Айгүл ханымдікіндей біз баяғыда дружили, а вот знаешь, ты тогда так говорила деп екеулеріңіз бір-бірлеріңіз арттарыңызды ашып жүрмеңіздер. Менің ойымша просто дружить етуге достойно надо. Достойно дружить ету керек, да? Просто Айгүл ханым өзі ғой, кстати, тұра алмау. Өткен өтті ғой просто. Рома жан қалың қалай?
жақсы, өте керемет. Дайындық қалай болып жатыр? Күшті болды. Не айтасың? Сен шашыңды алып тастадың ба? Бірдеңе өзгертті шашыңды. Бірдеңе шашыңды прическа жасадың ба былай? Қайырып жасаған ба? Андай ше жігіт, үлкен взрослый жігіттер жасалады. Сондай болып тұрсың. Еще Рома толған бізде. Рома толған. Красавчик болып кеткен. Мен айтып тұрмын ғой, қалай Лейла келді, все, Рамазан красавчик, Лейла красавица. Жауап бере салайыншы. Негізінде мен Лейла үшін емес, бірінші ол себепкер болып базар жоқ, бірақ мен өзім үшін өзім ниеттендім да өзгеремін деп. Сол себепті мен Зато сен қазір красавчик болып жүрсің. рахмет. Молодец. Басқа айтатын не жаңалығың бар? Жаңағы сол тойға дайындық, Қызым, неге сендерде қалың мал бар ма? қалмал, иә. Қанша? Қалмал беріп қойдым енді. Қанша? Енді оған Айтшы. айтақ қойын. Рома айт енді. Қазір стористі өшірейін, иә, айтып бер маған, иә. Құрметті достар, мен сіздерге сосын айтып беремін. Маған айтсын бір. 500 мың берсе қуанайын деп тұрмын дейді. Құрметті достар, қалың малдың бағасын білдім. Сіздерде не жасырам? Пика айтпаймын. Сіздерде несін жасырам, иә? Құрметті достар, қалың малдың бағасы 1 миллион теңге екен. Менің ойымша керемет баға. Мына жақта Альбин айтып жатыр, бізге 500 мың теңге берсе де біз қуаныштымыз деп. Сондықтан Рамазан оған еш қысылудың қажеті жоқ. Шымкентте баға просто жоғары шынымен де. Иә, бізде ондай жоқ. Алматыда қанша берсең сонша бересің негізі, иә? Келісілген баға миллион. Красавчик. Рома, сен вообще красавчик болып кеттің ғой менің көзімше ше. Все, Лейла, мен сені спокойно бере аламын Рамазанға. Мойлажан, мына жақта бізде қалың мал 1 миллион теңге беріпті. Менің ойымша күшті баға сияқты. Аржан, сенің ойыңша 1 миллион қалың мал нормально ма? Керемет, е? Сенің ойыңша ше? Саған енді? Нормально негізі. Алдында 4 миллион деген негізі әзіл болып айтқан. Иә. Бірақ енді берілетін қалың мал 1 миллион 1,5 миллион. Иә, жақсы, иә. Менің ойымша, сенің ойыңша да жақсы деген ойдамын. Негізі, саған болашақ күйеуің қалың мал бере алмаймын десе не айтасың? Айтпасын өйтіп дейсің ғой. Жинасын ақша. Дұрыс. Қалайсың? Көңіл күйің қалай? Бүгін кішкене күліп, кәдімгідей андай настроениең жақсы болып тұр ғой, кәдімгідей. Шашың точно қимадың ба? Или шашыңды выпрямлять еткенсің ба, может, сол үшін, иә? Хамрақұлмен таныстық қалай болып жатыр? Екеуің қатар отырып алыпсыңдар ғой, что-то. Кеше тілім жұлып алды. Тілің жұлып алды ма? Тілім жоқ енді бүгін десеге. Сөйлестіңдер ма? Сөйлескен жоқпыз, келген жоқпыз. Міне отырсыңдар ғой. Енді маған ештеңе демейді, мен не айтамын? Мен сол жерде сен күттім. Кім келмей қалды сонда треске деп? Қашып кеттім мен. Қашып кетті? Қайтып кетті. Мына бірінші келмейді, Аружан да бірінші келмейді, себебі олар қыздар бірінші шаг жасауға болмайды. Жігіт жасау керек, орталарында жігіт жоқ, сондықтан ештеңе болған жоқ қыздар. Хамрақұл мен тикток түсіремін дейді. Мен айтам да тикток түсірген апасын, сосын мен ұнатып қалып жүрсе. Помнишь, Аржан, мен саған гримеркада айттым ғой, тикток түсірген қыздар ұнатып қала береді. Моляны да ұнатып қалған, енді менің тиктокшым, мен ондайға не поддаюсь, я на такой не подписываюсь. Пока, Хамрақұл. Асхат, ол не болды сонда? Показ мод па, или салтаға өзін көрсету ма? Салтажан, мен не айтам енді саған? Не айтайын бар ғой? Показ мод. Показ мод сенде ол. Ана рубашка я кішкене Салтаға өзін көрсете алмай жүр ма? Қалай айтсың да? көңілден шықпай қалды да, содан кейін. Мен айтқасын ба? Жоқ, кішкене Мен айтқасын ғой. Салты қасыңда тұр ғой. Үміткерің ренжитін болды ғой. Пока отырсыңдар ғой, оны көріп қояды үміткерің. Ханым, мәссаған көйлегіңіз қандай күшті, мына воротнигін қараңыздар. Қандай керемет. Әдемі, вообще сары көйлек сізді ашады екен. Сізге сондай нәрсе кию керек екен. Отырыңыз енді, қайтадан орныңызға сөйлесейік. Сонымен не жаңалық? Хамрақұл қоймай түсеміз ба деп. Мен ұнатып қаласың деймін, Хамрақұл болмайды. Внимательненький келіп алып кетіп Роза ханым үйіне апарып тастады. Мәссаған. Ұнап жатыр ма? Қанша күттік қой сіздің үміткеріңізді, иә? Көп күткен ғой. Шармай күткен үміткерім ғой. Күшті. Тәрбиелі, өнегелі отбасынан шыққан. Күтеміз. Бүгін келем екен, күтеміз. Жаңа. Ай-яй-яй, не істеп жатқан түспей қалды. Ай-яй-яй. Мое дизайнерское платье, қолы бриллиантовая рука. Бүгін золотистая рука екен. Қолда
Золотая рука. Күшті. Аделек, как дела? Как настроение? Женя, привет, как дела? Как настроение? Нұртас, привет. Нұртас. Жаңа жұмысқа келе жатқан кезде өзінше кукурузный палочки жақсы көреді бізде. Пандажан. Пандаға кукурузный палочки алып келе жатыр. Қандай романтик. Нұртас, күшті екенсің сен. Алишканы түсірдік. Күшті ғой ол тәттісің ғой. Ал өлең айтайын деп жатыр біздің Асхат мырза. Біздің Зухра ханым келді. Бір апта бойы коронаңыз шешілмесін. Корона как влитая. Күшті болып тұрсыз. Қалыңыз қалай? Негізі сұрағым бар еді. Коронамен ұйықтайсыз ба? Коронасы өте әдемі. Үлкен өте. Негізі бұлай камерада көрінбейді. Өте жарасымда. Біздің мисс қосылайық Зухра. Қайырлы күн Абылай. Қалың қалай? Қайырлы кеш. Эфир көріп отырған кезде негізі өзің пікіріңді айтқан келетін кездер бола ма? Болады. Мынандай кездер болады, мен өзім шығамын ғой, мысалы, сыйлық бір салып шығамын ғой. Сол кезде сөздер айтып кетемін ғой енді. Тесіп ше. Сосын шыққан кезде білейін, басқаша айту керек, білейін, басқаша ойлау керек екен. Сен любой уақыт шыға аласың ғой, қазір де барып шығып айта аласың. Абыл. Қазір шығамын, просто өтіп кетемін. Ну ладно, келесі жылы, иә.